Сәлем, бұл азамат Анурбек, трейдер, просто трейдер. Осы видео сабақтың тақырыбы бізде Малайзия СНР, Үндістан СНР, жалпы СНР туралы толығырақ мен сізге ашып көрсеткім келіп тұр, және осы СНРді қолдану арқылы қалай біз позицияға кіреміз және кіруіміз керек. Сабақ білмеймін қаншалықты ұзақ болатынын. Егер сіз осы каналға әлі подписка жасамасаңыз, онда төменде подписаться кнопкасын басыңыз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, қандай тақырыпты қалайсыз и тому подобное. Жалпы менде өзімнің телеграм каналым бар, ол міне тұр. Және осы тақырып, бүгінгі тақырып осы запростан келіп түскен еді. Азеке, менде бір өтініш, малайзиялық СНР туралы толық видео шығарасыз ба? Қазіргі кезде хит болып тұрған стратегия сияқты, бұл стратегиясы бар видеоға түгелдей, бір видеоға түгелдей сүйдіру қиын шығар, бірақ ең негізгі рабочий түрлерін көрсетіп берсеңіз дейді қарапайым тілде. Және мен керек па деп сұрадым, мына жақта өте көп адам керек деп жазғаннан кейін осы видео сабақты түсіріп отырмын. Если что, осы видеоның астында как раз таки каналдың ссылкасы бар. Қосылып алыңыз. Неше түрлі қызықты тақырыптарды осы каналда тақырыптармен бөлісіп отыратын боламын. Біз крайне редко сигнал береміз. Неге? Өйткені біздің философия осы сигналға ғана қадалып қалмай, осындай білімдерді алу арқылы, осындай білімдерді үйрену арқылы жеке өзіңіздің анализіңізбен пайдаға шығу. Ендеше сабақты жалғастырайық. Осы каналдың ссылкасы төменде подпискада тұр. Және тіркеліп алғаннан кейін қандай тақырыпта сізге сабақтар керек, вы можете уже ақырындап каналға жаза беруге. Все, рахмет. Бұл жерде курс, анау мынау, VIP канал бірдеңке деген тема жоқ. Просто вот өзімнің оймен бөлісіп отырамын және өзімнің біліммен бөлісіп отырамын. Все, кеттік. Значит, малайзиялық СНР, үндістандық СНР. Давайте сначала разберемся вообще, что такое СНР. Біз білеміз, что S ол support, R ол resistance. Ол былай. Например, мысалға, мен мынаны былай қарай қоя салайын. Мысалға, дәл осы бөлікті қарайтын болсақ, мына жерде бізде мынандай бөлім бар. Міне. Значит, баға астында, мына зонаның астында жүрген кезде осылай. Бұл бізде, мына зона бізде resistance болды. То есть сопротивление болды. Как только үстіне шықты, онда мынау бізде саппорт болды. В принципе, осы жерден сабақты бітіре салуға болады. Но давайте ашып түсіндірейін. ChatGPT-дан мен сұрадым, что такое малайзийский СНР в трейдинге деп. Ол бүйтіп жазып отыр. Это походу про малайзийский СНР, который чаще всего упоминают как Malaysian СНР, support resistance. Короче, это просто стиль разметки уровней поддержки сопротивления, который стал популярным у малайзийских трейдеров. Есть по-человечески и без пафоса. Малайзиан СНР это обычный СНР, но с упором на работу по зонам, а не по тонким линиям. То есть, қараңыз, көп жағдайда елдер былайынан ғана сызып қоя салады. Не, осылай ғана сызып қоя салады. Қазір сары қылып алайын. Міне, осылай ғана сызып қояды. Бұл да дұрыс. Міне, баға келді, қайта-қайта мына жерге түртіп тұрды. Мына resistance болып тұрды үсті, то есть сопротивление болып. Енді бізге түсінікті тілмен айтатын болсақ, мынау потолок болып тұрды, мынаған. Келді, потолок болып тұрды, условно мынау екінші этаж, мынау бірінші этаж. Все. Пока бірінші этажда баға жүрген кезде, мынау потолок болып тұрды. Как только ол күшін жинап екінші этажға көтерілді, все, мынау уже пол болып қалды. Түсінікті деп ойлаймын. Ал енді как раз таки малайзийский СНР, бұлар в основном зонамен жұмыс жасайды. Линиямен емес, зонамен. Оны олар қалай жасайды? Дәл осы моментте, мысалы мынау бізде тұр, линейныйды қосып аласыз. Линейныйды қосу үшін, мына жерде стиль баров деп тұрады, линейный, можете звездочку поставить, все нормально. И осы жерде бұлар осылай уже зоналарды белгілейді. Мысалға, мынау жоғары зона дейді. Мынаны төмен зона дейді. Вот міне. Енді біз былай алып қарасақ, уже зона пайда болды. Значит, бір ғана линия емес, зона. Жаңағы Үндістан мен Малайзияның айырмашылығы. Поиск реакшн от зоны, где цена реально отбивалась несколько раз. Значит, мына жерлер.
міне мынау бізде дұрыс малайзийский снр. Қазір мен толық қалай табуды көрсетемін. Самое главное, біз бірінші разберемся, что такое снр, оны біз түсіндік, иә. Баға, если қандай да бір зонаның астында жүрсе, ол сопротивление, баға үстіне шыққан кезде ол поддержка. Қазір біз малайзийский мен үндістан снр-ның разницасын табамыз. Содан кейін жалпы снр қалай пайда болатыны, содан кейін барып уже қалай жұмыс жасау керек. Кеттік ары қарай. Подтверждение через свечные паттерны, пин-бар, engulfing, тому подобное. Енді қараңыз, мына жерде, например, engulfing деген білесіздер, иә? То есть бір свечаны екінші свеча жеп қойса деген сияқты. Мына жерде сондай бір не бар, мысал бар. Міне баға астында жүрді, мына зонаны тесіп өтті, былай қарай келіп реакциясын берді, и мына жерді қарасақ бізде engulfing тұр. Міне мына екі свеча. Мынау қызыл болып келді, оны толық жеді, иә? Толық жеді деп айтайық. Және осының бойына біз Фибоначчиді тартатын болсақ, қазір мен сізге Фибоначчиді көрсетейін. Мынаның денесінен астындағы мына қызылдың фитиліне дейін, то есть жасылдың денесінен қызылдың фитиліне дейін тартамыз. Қазір мен сізге примерларын көрсетемін. Мынаны енді скрин жасап алыңыздар. 0, 0618, 1, 2618, 0382, 0236, 05, 1618, 3618. Все, осыларды скрин жасап алыңыз. Немесе сол жаңағы описаниедағы телеграмға қосылсаңыз, сол жерден сұрасаңыз, скрин жасап мен сіздерге бере қоямын. Так вот, мен қазір сіздерге, чтобы түсінікті болу үшін, уровеньдарын қосып қояйын. Оны мен еще оң жағынан көрсетіп қояйын. Вот. Енді сіз пайсаға қалай кіруіңіз керек? Мына жерде снр зона болды, оны брейкаут жасады, ретестке келді, мына жерде engulfing бар, біз мына жердің бәріне кірмейміз, engulfing бар, и осы жерге келген кезде мынау 0,5 немесе 0,382, 0,5-тің деңгейінен кіре беруге болады. Міне мына жерден сіз позицияға кіресіз, стопты мынаның астына қарай қоясыз, мынау engulfingтің астына. И сізде вот бірінші тейк ол 1,618, иә, то есть РР бірге 1,5 примерно. То есть или сіз $100 жоғалтасыз, или сіз $120 табасыз. Но ол бізге қызық емес, мынау бізге әлде қайда жақсы. То есть или сіз $100 жоғалтасыз, или сіз $240 табасыз. Немесе мынау бізде үшінші тейк, бұл жерде РР 3,68. То есть или сіз $100 жоғалтасыз, или сіз $360 табасыз. Вот и все. Енді осы мәселені алып келетін болсақ, міне, то есть малайзийский снр біз айттық, работа по зонам. Міне зонамен жұмыс жасайды. Екіншісі поиск реакшн, то есть бірнеше рет ол осы жерге келіп кету керек. Міне бір келді, екі келді, үшінші рет келді деген сияқты. Содан кейін подтверждение через свечные паттерны, пин-бар, engulfing. Пин-барды онша мен көп қолданбаймын, engulfingті көрсеттім. Торговля от ретеста области, а не от первого касания. Мына жерде міне бірінші касание болды, мына жерде екінші касание болды. Соның ретестінен біз не істедік? Позицияға кірдік, және ол жұмысын жасап берді. Дальше анализ high time frame, low time frame, тому подобное. Бұл дегеніміз қалай? Мен қазір 4 сағат таймфреймді көріп отырмын. Егер мен қазір дәл осы областы 30 минуттыққа, 15 минуттыққа апарсам, менің точка входам әлде қайда качественный болады. И плюс РР көбірек болады. Ол былай. Например, біз дәл осы жерді былайынан алып алайық. Мысалы, осылайынан алып алайық та. Дәл мына жерді бір 15 минуттыққа өтіп көрейік. Міне. Өтіп қарасақ, мынаны өшіріп тұрайық пока что. Вот міне бізде engulfing тұр.
30 минутта engulfing тұр, бірақ мына жерде бізге точка входа бермеген сияқты. Давайте көрейік. Мына жерде бізде точка входа бермеген. Біз 30 минутқа көшеміз. Міне бізде engulfing, точка входа бермеген, 1 сағаттық и тому подобный. Сіз можете даже 5 минуттықпен қарап көруге. Оны мен қазір келесі полностью үндістандық бәрін көрсетіп болғаннан кейін барып, біз оған келеміз, уайымдамаңыз. Так вот, это не отдельная стратегия или какой-то секретный индикатор, это просто один из популярных подходов к уровням. То есть бұл андай емес, типа, малазийский СНР десе, па, мынау деген там граль, мен осыны үйреніп алсам айырып тастаймын деген әңгіме емес. Бұл жерде просто зонаны дұрыстап сызу және соның реакциясынан позицияға кіру екен. Малазийский СНР дегеніміз осы. Дальше кеттік. Индийский СНР. Мен еще сұрадым, что такое индийский СНР? Бұл айтып жатыр. Индийский СНР это та же тема, что и малазийский, просто своя местная школа уровнями торговать дейді. Никакой магии, но у индусов есть свой вайб в разметке. Осы СНРлердің ішінен менің өзіме жағатыны деген бір түрлі, но в целом из худших лучшего іздеу керек болса, мен осы үндістандықпен жасайтын едім. Қазір оны көрсетемін. Қараңыз, никакой магии, но у индусов есть свой вайб в разметке. По сути, индийский СНР это такой стиль работы support resistance, где акцент на сильный исторический уровень. То есть бір күнді, бір апталық зоналардан жұмыс жасайтын нәрсе. Они прям фанатеют от ключевых зон, которые держат годами. Зона ликвидности, ищут, где толпа ставит стопы и торгуют оттуда. Маркет-структура, бұл жерде уже ICT, Smart Money қосылып кетеді. Часть, бұл бір гибрид. Қазір көрсетемін. Любит подтверждение через импульс, коррекция, импульс. Часто используют order блок подобную логику, но называют это все равно SNR. То есть это смесь SNR, Price Action и немного ICT. Но в более простом стиле. Если коротко, индийский СНР уровни плюс структура рынка плюс реакция цены. Вот осы мәселе маған көбірек ұнайды. Давайте қараңыз. Например, біз жаңа мынаны мына жерді біз зона деп алдық. Міне тура осы жерге міне келді, реакцияға келді дедік та, осыны біз зона деп алдық. И кеттік. Осы жерден үндістер қалай іздейді екен точка входаны. Ол үшін там 5 минуттыққа көшеміз. Әбден жақсылап жинаймыз. И осы жерде сіздерге міндетті түрде қажет Аза фракталс, ол жеке менің шығарған индикаторым и имбаланс. Имбаланс қазір бізге особо керек емес. Аза фракталс это в принципе нормально. Енді қараңыз, фрактал дегеніміз не? Фрактал дегеніміз не? Ол былай жұмыс жасайтын нәрсе. Баға осылайынан түсіп келе жатыр. Және осы жерде қандай да бір зона. Там СНР зона, тому подобный зона, То есть индийский СНР, малазийский СНР, қалай белгілесеңіз де проблем жоқ. Но зона есть зона. Осы жерде біз жаңа малазийскийді біз engulfingқа қарап, Fibonacci'ді тартып, соның 0,5-те немесе 618-ден кіріп кеткен болсақ, мына жерде біз структураға қарап кіреміз. В принципе, малазийский да болады, индийский да болады. Просто индийский более подтверждениесі көбірек. Ол қалай жұмыс жасайды? Қараңыз, мен алдындағы сабақтардың бәрінде көбісінде айтам осыны. Сізде бұлай жұмыс жасайды. Міне, каждый хай алдыңғы хайдан төмен. Мына хайдан, мына хай жоғары. Одан мынау жоғары. Одан мынау жоғары. То есть біз көзбен ақ просто көріп тұрмыз, что структура төмен қарай келе жатыр. Лоулар то же самое. Каждый лоу келесі лоудан төмен осылай келе жатыр. Міне, реакция берді. Енді біздің күтетініміз осы мына зонаны слом жасау. Баға осы зонаны слом жасау керек. Ол дегеніміз қалай? Значит, мына хайдан былай төмен болса, ол не істейді? Просто структура жалғасады. Ал если сол хайды жаңартып жіберсе осылай,
онда, скорее всего, слом сынды. Міне. То есть, вернее, структура сынды. Мына жерде хай төмен болып тұрған, а мына хай мынадан жоғары. Структура сынды. Далее, мына жерден ретестке келген кезде, мынаны төмен қарай жаңартып жібермеу керек. Осылай ғана қал, немесе там, қазір бір минут. Немесе осылай ғана реакцияға келіп, содан кейін барып ол жоғары қарай кету керек. Малайзийский сценарда біз осы жерден былай сызғанбыз. Өстіп сызып, осының ретесіне кіргенбіз. Ал индийскийда біз оны фибоначчимен емес, жалпы рыноктың структурасымен анықтаймыз. Енді вот мына моментті мен ойлаймын, сіз түсіндіңіз. Далее, вот бізде баға келе жатыр. То есть, міне, мына жерде бірінші реакция болды. Міне, баға құлап келе жатыр. Каждый фрактал, келесі фрактал, алдыңғы фракталдан төмен келе жатыр. Реакция болды. Енді біз позицияға кіруіміз үшін ол не істеу керек? Ол мынаны жаңарту керек. Соңғы фракталды жаңарту керек. Міне. Значит, баға бізде осылайынан көтеріліп, ретестке келіп, и жоғары қарай кету керек. Но бізде ондай болған жоқ. Бізде, наоборот, астыңғы фракталды жаңартып жіберді. Міне мыналар. Значит, біз мынаны күтуіміз керек. Астыңғы фракталды жаңартудың алдында бізде мынау фрактал міне. Байқасаңыздар, міне тұр. Міне тұр фрактал. То есть, жаңа айттым ғой, құлап келе жатыр. Міне үсті, міне асты, міне үсті, міне асты, міне үсті, міне асты, міне үсті, міне асты. Енді ол кәдімгідей жақсы реакцияны алып шықты, және ретестке келді. Біз осы жерден позицияға кіре аламыз. Стоп, обязательно фракталдың астында осылайынан. И мынау тейк қай жерде тұрады деген әңгіме. Или сіз 1-ге 3 қойсаңыз болады, осылай. 1-ге 3 деп қойсаңыз болады. Или сіз былай жасасаңыз болады. Мына жақтағы, мынау скопление тұр ғой. Осы жерге әкелсеңіз болады, осылай. В любом случае, сізде стопыңыз өте аз. Жаңағы малайзийскийде бізде стоп үлкен болған, индийскийде бізде стоп аз. Разница ол малайзийскийде, типа, малайзийский сценар онша емес, индийский жақсы деген әңгіме емес. Просто кіру моделі әртүрлі. Түсінікті деп ойлаймын. Поэтому мына жерден кіресіз, міне стоп, и мынаған келгенше сізде RR 4-те 74. Или сіз $100 жоғалтасыз, или сіз $470 табасыз. Примерно осылай. Әрине, бір сабаққа сыйғызу өте қиын. Поэтому осы сабақты көргеннен кейін сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазыңыз. Қосымша сабақ түсіріп, немесе сол комментарийдің өзінде сізге жауап беруге тырысамын. Я думаю, біз түсіндік, малайзийский сценар қалай жұмыс жасайды и индийский сценар қалай жұмыс жасайды. Енді мен жаңа айттым, маған жалпы сценардың егер екі сценарды таңдау керек болса, маған осы индийский көбірек ұнайды. Неге? Өйткені ол жерде слом структуры бар, жаңағы босс, четче, тому подобное деген осы жерде бар екен. Енді СНР жалпы қалай пайда болады? Кстати, мынау индикатор мен мына жақта салып қойғам, осы каналда бір жерде бар. Жоғары жағында қарасаңыздар таба аласыздар. Каналға тіркелу үшін просто описаниедағы ссылканы басыңыздар, тіркелесіздер, тіркелу тегін, все нормально, ешқандай курс, ештеңке жоқ. Енді СНР бізде қалай пайда болады? Біз адам баласы әдеттермен өмір сүреміз. Например, там бізде мынандай ғой, типа, егер мен үшін бір авторитет адам маған айтса, типа, ана жерде эсто жақсы екен, сол жерге барып машинаны жасап десе, мен соған бара саламын. Неге? Өйткені ол көрді уже. Ол жасатқан, мен оған сенем, и мен соған бара саламын. Потом мен де біреу үшін авторитет болуы мүмкін. Ана жерге бар, сол жақсы жасап береді. И таким образом, трейдерлардың бәрі историяға қарап отырады. Біз енді дәл осылай қарап тұрған кезде, мына жақта бағаның қайда баратынын, не істейтінін білмейміз. Біз тек қана историяға қарап көреміз. Баға қай жерге келіп тоқтады, қай жерге келіп жұмыс жасады деген сияқты. Вот и все. То есть бәрі историяға зависит. Например, мына жерде бізде баға осылайынан келді да, қайтадан көтеріліп келіп, міне мына жерді қарайтын болсақ,
міне мына жерді қарайтын болсақ, баға неге именно осы жерден тоқтады? Өйткені баға бірінші мына жерден тоқтады. Мына жерде бір какой-то продавец отыр, сатып, сықитып тұр. Ол анау төмен жақтан алып алған, осы жерден әкеліп сатып отыр, және баға мына жерге бір тоқтап, қайтып, қайтадан жоғары көтерілген кезде, мына жерде ритейл трейдерлар, то есть сіздер мен біздер мына хайды көріп тұрмыз ғой. Және бір рет келіп тоқтаған, екі рет келіп тоқтаған, и мен, сіз және екеуміз сияқты миллиондаған трейдерлар осыны көреді. Ойлайды, все, онда мен мына жерден қазір мысалға байға кірсем, или мына жерден байға кірсем, онда мен лучше осы жерге келген кезде тейкімді қояйын, немесе осы жерге келген кезде маркетпен сатып жіберейін. Неге? Өйткені бағаны мына жерде тоқтатқан. Ол ары қарай өсуі қиын дейді да. Мысалға, мына жерден миллион адам неге кірсе, байға позицияға кірсе, мына жерде миллион адам жоғары көтерілген кезде сол миллионның там жартысынан көбі, немесе там үштен екісі осы жерден сата бастайды. Как только кез келген активқа, ол алтын болсын, ол басқа болсын, бәрі сата бастаған кезде баға не істейді? Төмендейді. И таким образом мына жерден пәленбай адам сатып бастаған кезде баға неминуемо шортқа кетеді. Вот СНР бізде осылай пайда болады екен. Ал енді мен қалай жұмыс жасаймын осы СНРмен? Біріншіден, сіздерге айтуым керек, что соңғы кезде мен особо СНРмен жұмыс жасап жүрген жоқпын. Редко жасап жүрмін. Неге? Өйткені әлемдік ахуал әртүрлі. Бір жерде соғыс, бір жерде төбелес, бір жерде қырылыс, анау мынау, поэтому ұзақ уақытқа мен өте көп анализ жасап жүрген жоқпын. Менікі вот там бір сағат, екі сағаттың ішінде болып кететін нәрселер. Но тем не менее, осы сабақтың тақырыбына сәйкес біз СНРмен қалай жұмыс жасауымыз керек. Мен қазір өтіп кеткен бір моментті көрсетейін, содан кейін дәл осы бүгінгі ситуацияны көрсетейін. Қараңыз, мынау бізде белгі болып тұр. Мысалға, біз алайық та мынаны былай қарай түсіріп қояйық. Все. Баға астында жүрсе, онда значит мынау бізде не болады? Мына жер резистенс болады. Оны қалай белгілейміз? Линейныйға қоямыз. Мынаны белгілеп аламыз. Содан кейін бір сағаттыққа ма, 30 минуттыққа ма өтеміз да. И жаңағы області белгілеп аламыз. Області белгілеу дегеніміз ол мынау. Міне мынау асты тұра береді. Үстіне осылай белгілеп аламыз. Мына екі орта біздегі область. То есть баға астында жүр. Значит, мынау бізде резистенс, то есть сопротивление. Баға осылайдан бүйтіп келген кезде біз мына жерден сопротивление, жаңағы точка входа іздейміз да, төмен қарай кіреміз. Түсінікті деп ойлаймын. Так, кеттік. Ендеше осыны қойып аламыз. Мына бізде резистенс, мына жаққа келген кезде біз точка входа іздеуіміз керек. Мен жалпы сол 5 минут, 15 минут солармен қараймын. Өйткені таймфрейм үлкен, 4 сағат. И қараймыз, жібереміз позицияны. Осылай зоналарды сызып алғаннан кейін мен всегда осылай уведомление қосып қоямын. Сол кезде постоянно компьютердің алдында отырудың қажеті жоқ. Уведомление мынаған баға тиген кезде маған уведомление келеді. Содан кейін барып мен точка входа іздеймін. Вот бізде баға тиді. Енді біз осы жақтан уже слом структуры іздейміз. Осы жерде жаңағы азофрактал сіздерге жақсы көмектеседі. Міне, значит, бізге қазір мына жерді слом жасау керек. Соның ретесінен біз позицияға кіре аламыз. Белгілеп аламыз и қарап отырамыз. Мынау астыңғы канал, мынау бізде үстіңгі канал болып табылады екен. То есть міне структура жоғары кетіп бара жатыр. Мына жерде тұрды. Міне жоғары, төмен жаңағы коррекция, жоғары, коррекция, жоғары. И мына жерге бізге
біздің күтіп отырған картинамыз ол былай болу керек. Былай қарай ретест, слом, ретест и былай қарай кету керек. Бізге примерно осындай картина керек. Дальше. Қарап отырмыз. Ол жоғары қарай тесіп бара жатыр, иә? Значит, біздің каналымыз жоғары қарай ауысады. Міне мынау фрактал, мынау мына жерге мына фракталға ауысады. Бізде ретест болды. Енді біз позицияға кіре аламыз. Мынау аққа қайтып келген жерден кіреміз. Стоп мынаның үстінде болады осылай. Және мынаны сіз бірге үш деп қойсаңыз болады. Это в принципе идеальный РР. В принципе идеальный РР. Чтобы ұзақ отырмау үшін. Немесе мына жақтағы мынау ликвидқа қойсаңыз болады. Мына жақта ликвид бар. Вот, например, осылай қоясыз и позицияны жібересіз. Ол сізді алды и күтеміз. Если даже стоп болған күннің өзінде сол жерден біз қайтадан точка входа іздеп қайтадан кірсек болады екен. Міне біздің тейкімізді орындап берді. Енді қорытындылайтын болсақ. Бізде мына жақта зона болды. Міне мына жақта зона болды. Және осы жерге тоқтағаннан кейін біз бұны қандай да бір зона деп алдық, иә? Осы жерде бізде мынау resistance, то есть сопротивление, то есть потолок. Баға келді, потолокқа келіп тірелді. Содан кейін жаңағы біздің оңтүстік көршілеріміз деп айтамыз ба, или өзбек ағайындар дейміз ба, олар мына жерге баға келген кезде уже пытырлатып кіре береді. Парт кіреді да, мына жерге дейін кіріп, содан кейін если баға жоғары қарай кетіп қалса, онда слив болады. Төмен қарай кетіп қалса, олар пайда табады да, там альхамдулилля анау мынау деп отырады. Бірақ трейдинг ол мынандай нәрсе. Ешкім білмейді бағаның қайда баратынын. Егер біреу сізге там менде 100% стратегия бар, анау мынау десе, ол өтірік. Ешкім білмейді. Сіз тек қана вероятностьпен жұмыс жасайсыз. То есть осы ютубтағы менің видеом болсын, бұған дейін оқыған курсыңыз болсын, практика болсын, сіз сол білімді, сол практиканы, сол жинаған опытыңызды алып, анализ жасап, сіз әрекетіңізді жасайсыз. То есть позицияға кіресіз. Ары қарай берекетті береді ме, бермейді ме, ол жаратушының қолында. Именно поэтому жаратушыға сәл көмек болсын деген ниетпен біз слом структурады күтеміз. Баға келді, міне баға өсіп бара жатыр, каждый хай келесі хайдан жоғары болып кетіп бара жатыр да, и мынау лойдан мынау лой төмен түсіп кетті. То есть слом болды. Слом болды, содан кейін ретестіне біз позицияға кірдік та, өзіміздің бірге үшімізді ұстап алдық. Қорытындылайтын болсақ, СНР, то есть support resistance деген зоналар, ол тек қана сол жақтағы болып жатқан, вернее болып кеткен рыноктың движениесіне байланысты құрылады екен. Және оған неге келген кезде, мысалы соған қайтадан жаңағы зонаға келіп тиген кезде басы жоқ, көзі жоқ, сіз кіріп кете бермеуіңіз керек. Тем более сіз, скорее всего, кішкентай депозитпен істейсіз, бір 200-300 доллар депозитпен істегеннен кейін, например, мына жердегі зона бізде там 65 пен 78-дің арасында. Это, ну, типа 100, қанша, 130 пипс. 130 пипс деген это масқара. Поэтому тиісін, проблем жоқ, тиісін, үстін алсын, мына жақтағы, сол жақтағы ликвидтердің бәрін алсын. Содан кейін барып төмен қарай құлап, ретестке келген кезде біз позицияға кіреді екенбіз. Дәл осы сәтте, мысалға, повторюсь, мен қазір СНРді көп қатты қолданып жүрген жоқпын. Неге? Өйткені заман өзі ауыспалы түйіспелі, түсініксіз болып қалды. Қалай болып жатыр? Ана жақта ақш пен Венесуэла қырылып жатыр, мына жақта Ресей мен Украина әлі қырылып жатыр, мына жақта жаңағы Израиль мен Палестина. То есть аумалы төкпелі заманда ұзақ уақытқа анализ жасау қиын. Менен қазір біреу сұраса, Азамат мырза, баға қайда барады? Лонгқа ма, шортқа ма десе, мен
расымды айтам, мен білмеймін деп жауап беремін. Өйткені реально мен білмеймін. Поэтому трейдингта сіздер былай жұмыс жасауларыңыз керек. Как паразит сияқты. Сізге бәрібір ол қайда барады. Как өзеннің ағысы сияқты. Сіз просто ыңғайлы жерден мініп, қайығыңызға ыңғайлы жерден түсіп қалсаңыз болды. Бірақ ана өзен қазір қайда барады, ол оңға кете ма солға кете ма, ол ағады ма тоқтайды ма, біз білмейміз. И білу де шарт емес, чтобы трейдингта пайда табу үшін. Но қазір попробуем бір кішігірім анализ жасап көруге. Баға примерно қайда барады екен. Бұл сабақ 3 декабрь 2025 жылы түсіріліп жатқан сабақ. Міне бізде дәл қазіргі сәт біз линейный графикті қоямыз және өзіміздің СНР зоналарымызды белгілейміз. Бір күндікпен бір көріп алуға болады. Вот, бір күндік. Мына жерде бізде resistance жатыр және мына жерде бізде support жатыр. Мына бізде resistance. Міне. И мынау еще. Все. Осыдан кейін біз так, мына нәрсені белгілеп алайын. Қай кетеді ол? 1 минут. Міне. Енді біз уточняем. Мына жерді былайынан қойып аламыз, чтобы қазір жоғалтылмау үшін. Мына жерден қойып аламыз, жоғалтылмау үшін. И мына жерден қойып аламыз, жоғалтылмау үшін. Енді жаңа біз қарасақ, зона бізде үлкен болды, сол зонаны максимально кішірейту керек. Одан кейін 4 сағатқа өтеміз. И қараймыз, мынау бізде жұмыс жасаған ба, жасамаған ба? Қарасаңыз, мына жерде квазимода тұр. Бұл уже жұмыс жасап кеткен. Біз мынаны өшіре саламыз. Бұл бізге қазір керек емес. Далее уже мынаны жоғары қарай көтереміз. 4 сағатта. Мынаны жоғары қарай көтереміз осылай. Баға қазір осы екі зонаның ішінде. Кейін. Баға қазір осы екі зонаның ішінде жұмыс жасауы мүмкін. Енді 1 сағатқа өтеміз. Уточняем. Мынау үстінде тұра береді бізде, проблем жоқ. Мынаны қазір өшіріп те салайын. Бұның астыңғы зонасы мынау екен. Міне. Енді свечаны қоямыз и қараймыз. Мынаның үсті міне тұр. Міне, мына зонаға келсе, мынау бізде support, resistance. Мынау бізде support. То есть осы жерге келсе, мынаны алып былай қарай тастаймыз. Міне. Вот все. Значит, жеке менің ойымша, егер баға 42.56 мен 42.64-тің арасына келсе, осылай. Осы жерден сіз слом іздеп, осылай өседі ғой мысалы. Осылайынан баға келсе, сіз осының сломын күтіп, мынаны слом жасағанын күтіп, осылай кірсеңіз болады. Немесе баға төмен қарай келсе осылай. Осылайынан келетін болса, онда мынаның сломын күтіп, былай қарай, ретестпен жоғары қарай кірсеңіз болады. Так, қазір аны былай жасап қояйын. Вот примерно менің ойым. Осылай примерно жұмыс жасауы керек. Давайте қорытындылайық. Значит, малазийский СНР, индийский СНР бәрі бірдей. Екеуі де зоналарды белгілейді. Просто малазийский СНРда біз price action, то есть жаңағы engulfing, pin-bar, тому подобное соған қарап кіреміз. А индийский СНРда біз структураның сынғанына қарап кіреміз. Кез келген стратегия жұмыс жасайды.
сізге көмектесетін тек қана дисциплина және риск менеджмент. Мен болсын, басқа болсын, сізге айтып тұрса, там 100% жасайтын стратегия бар, мықты анау мынау десе, сіздің ең бірінші қоятын сұрағыңыз стопты қайда қоямын деген сұрақ болу керек. Егер сіз стопты нақты қайда қоятыныңды білмесеңіз, онда сіз ақшаны басқара алмайсыз. Ақшаны басқара алмасаңыз, онда сіз ну, рано или поздно полностью слив жасайсыз. Вот и все. Ендеше мен ойлаймын тақырыпты сізге аштым. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса осы тақырып бойынша, онда комментарийға сұрақтарыңызды жазыңыздар. Қолымнан келіп жатса комментарийдің өзінде немесе қосымша сабақ түсіру арқылы сіздерге жауап беруге тырысамын. Осы және бұдан да басқа стратегиялар менде телеграм каналда тұр. Егер қажет болса, описаниядағы ссылканы басып телеграм каналға қосылсаңыз болады. Рахмет, сіздермен бірге болған Азаматтан Нұрбек. Сау болыңыз.